Сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен оригинальный торт сүтті қыз рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Торттың креміне керегі сахарная пудра 100 грамм, 250 грамм 33% сливки, 250 грамм виппак деп аталатын крем, және де 250 грамм сливочный сыр, крем-чиз деп аталады. Ең бірінші кремін жасап көрсетейін. Кремнің жасалуына 250 грамм сливкемізді өлшеп құйып аламыз. Және 250 грамм виппак кремін қосып, сахарная пудра 100 грамм немесе қатты тәтті болмасын десеңіз, 90 грамм қоссаңыз болады. Енді 250 грамм крем-чиз сливочный сырын қосып, жақсылап қою болғанша миксермен араластырып аламыз. Крем міндетті түрде дайын болғаннан кейін суық жерде, яғни тоңазытқышта сақталу керек. Егерде біз қамырын жасап жатқан кезде кремді жылы жерге қойып қоятын болсақ, онда крем еріп сұйық болып кетеді. Қамырдың жасалуына керегі 200 грамм ұн, 380 грамм сгущенка және 2-3 дана жұмыртқа, ерітілген май 80 грамм және 15 грамм разрыхитель. Достар, менің видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ең біріншіден ұнға разрыхитель қосып, араластырып дайындап қоямыз. Енді бөлек ыдысқа сгущенка мен жұмыртқамызды миксермен араластырып, жақсылап дайындап аламыз. Сосын жаңағы разрыхитель қосылған ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Яғни араластырғанда қолмен емес, миксермен міндетті түрде араластыру керек. Қамыр видеода көріп тұрғандай осындай қою және біркелкі болу керек. Енді ерітілген сармайымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі енді тортымызға арнайы формамен пергамент қағазына домалақ пішін жасап аламыз. Мен 2 дана жасап алдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Торттарыңыздың қамырын кезектестіріп пісіріп отырасыздар. Яғни пергамент қағазына эконом болу үшін. Енді пергамент қағазына видеода көріп тұрғандай 2 үлкен қасықтай шығатын қою қамырды салып, жұқалап, біркелкетіп, жайып шығамыз. Қамыр 5-6 дана шығады. Тегістеп алған қамырымызды 180 градуста 3-4 минут духовкада пісіріп аламыз. Дайын болған қамырымыздың арасына кремімізді жағып шығамыз.
Мінекей достар, тортымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Келесі видеомда кездескенше.